Сәлем құрметті көрермен, бүгінгі біздің сабақта past simple, regular және irregular verbs осы тақырыпты өтеміз. Students book, page number 47, 47-ші беттегі Students book кітабында. Past simple деген тақырыбымызды өтеміз. Ол дегеніміз бізде жай өткен шақ. Жай өткен шақ дегеніміз не? Бұл яғни өтіп кеткен іс-әрекетті көрсетеді, бірақ бұл жерде нақты уақытысын көрсетпейді. Regular және irregular verbs дегеніміз, regular ол дұрыс етістік, және irregular ол бұрыс етістік. Бұрыс деп тұрғанымыз ол дұрыс емес. Не үшін дұрыс емес дейді, не үшін дұрыс деген етістік болады. Соның барлығын сіздерге кесте түрінде түсіндіремін. Мінекей, мына кестеге қараңыздар, past simple бұл жерде қысқаша етіп көрсетілген. Осы бойынша тезірек сіздерге түсіндіріп кетем. Яғни және жаңа мағынасын сіздерге түсіндірдім, қандай іс-әрекетті көрсететін. Енді жасалу жолына келетін болсақ, бұл жерде бірінші бізде subject, яғни етістік келеді, есімдік келеді, мен, сен, ол деген, және де етістік келеді. Жай сөйлемде әрине, мысалға мен ойнадым дейтін болсақ, мысалы мен кеше ойнадым. I played yesterday. Yesterday дегеніміз кеше. Сол кезде мінекей play деген бұл жерде бірінші етістікке мән берейік. Етістігіміз егер дұрыс етістік болады болса, біз идея жұрнағын жалғаймыз. Мінекей мына мысалда көрсетілгендей. Немесе бұрыс етістік келетін болса, бізде түбірі мүлдем өзгеріп кететін. Олай болса, менде болды дейтін болсақ, have дегеніміз, яғни бар болу, я. I had, мінекей had деген келіп тұр. Немесе they had дейтін болса, оларда болды деген сияқты. Мінекей, не үшін енді және бір нәрсені ескере кететін жайт, не үшін бұрыс етістік деп атайды, не үшін түбірі өзгеріп кетеді бұл етістіктердің. Себебі бұлар мүлдем заңға бағынбайды. Заңға бағынбағандықтан бұл жерде түбірі өзгеріп кетеді, яғни екінші формада тұрады екен. Бұны біз қалай ажыратамыз? Кез келген мысалға сіздерге тапсырмада етістік келуі мүмкін. Сол кезде сіздер ажырата алуларыңыз керек. Бұны тек қана біз сіздерге айтатыны жаттау арқылы ғана ажырата біледі екенсіздер. Келесі, бұл жай сөйлемде осылай болады, жасалынады. Енді біз болымсыз сөйлем немесе сұрау сөйлем құрайтын болсақ, біз көмекші етістікке жүгінеміз. Көмекші етістік, яғни бұл жерде біреу ғана did, мінекей көріп тұрғандағыңыздай, did көмекші етістік. Did көмекші етістік жүрген жерде, сосын қараңыздар, бұл жерде етістік жаңағыда идея жұрнағы жалғанады, немесе екінші форма деген болмайды. Бұл етістіктің түбірі ғана, өзі бірінші формасы ғана болады. Не үшін? Себебі бізде did көмекші етістіктің өзі онсыз да past simple'да тұрғандығын сөйлемді көрсетіп тұр, я. Енді құрайтын болсақ, I did not, немесе қысқаша түрі didn't play. Мен ойнаған жоқпын деген сөйлем шығады. Немесе we деген, біз we did not, немесе didn't have. Бізде ол болған жоқ деген сияқты мінекей. Бұл болымсыз сөйлем. Сосын мынау жай сөйлемде біз affirmative sentence дейміз, болымсыз сөйлемде біз negative sentence дейміз, ал сұраулы сөйлемді interrogative sentence дейміз. Сұраулы сөйлемде бұл жерде алып баратқандай қиын емес, бұл жерде тек мынау есімдікпен subject, яғни сосын көмекші етістіктердің орындары ауысады. Бірінші сонда did I play, did you play, немесе did they have, did he have деген сияқты. Сонда біз ойнадық па, сіздерде болды ма деген сұрақ болып шыға келеді екен. Бұл жерде де, яғни жаңа айтып кеткендей, етістіктің түбірі болады did жүрген жерде. Енді біз осы сұрақ қойылған кездегі жауабы, қысқаша жауап біз қалай береміз? Yes немесе no арқылы. Yes, I did, немесе no, they didn't деген сияқты. Я, бізде ойнадық, немесе жоқ, ойнаған жоқпыз деген сияқты жауап болады. Сіздерге осы ереже түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Енді жалпы осы ережеге сүйеніп, біз мынау тапсырманы орындауымыз керек. Exercise number 1. Бұл жерде бізде look at the forms of play and make in the sentence. Which verb is regular? How do you know? Бұл жерде біз былай деп тұрып, play және make деген сөздер бар, етістіктер. Осы етістіктер қандай сөйлемде тұр, және де қайсы сөз етістігіміз бізде regular verb, яғни дұрыс етістік болып табылады, соны тауып жазыңдар деген.
мінекей мендегі жазылғаны мінекей осы. Сонда міне he played parts in comedies. Бұл жерде play дегеніміз дұрыс етістік болады мінекей regular verbs, және де affirmative sentence жай сөйлем. Екінші, we didn't play parts in dramas. Regular verb. Бұл жерде де етістігіміз бізде дұрыс етістік болып табылады, және де бұл қандай сөйлем? Болымсыз сөйлем, яғни negative sentence. Келесі, he made action films. He made action films дегеніміз irregular verb. Made дегеніміз make деген сөзден шыққан дұрыс емес етістік болып табылады, яғни affirmative sentence. Біріншісі. Үшіншісі. Төртіншісі, you didn't make horror films. Irregular verb дұрыс емес етістік, және де болымсыз түрде жасалынып тұр. Negative form. Okay, and next exercise number 2. Бұл жердегі етістіктерді, бұл жерде де дәл солай, мына кестенің ішіндегі етістіктерді біз анықтап, қайсы regular verbs соны теріп жазып, сосын irregular verbs қайсы екенін біз анықтап жазуымыз керек екен. Ол былай болады. Regular verbs appealed, ed жұрнақ жалғам, designed, ed жұрнақ preferred, created, started, wanted. Келесі irregular verbs, яғни дұрыс емес етістік, built және lead. Сол күйінде lead болып қалады. Ондай да етістіктер болады. Okay. Next exercise number 4. Төртінші тапсырмада бізде мынау үлгісі берілген, бірақ үлгісінде былай деген, бұл жерде яғни берілген сөздерден біз affirmative, яғни жай сөйлем етіп құрауымыз керек, және де negative болымсыз сөйлем етіп құрауымыз керек екен. Ол былай болады. Мінекей, біріншісі, I had a sandwich for lunch. Бұл дұрыс етістік. Бұл жай сөйлем. I didn't have a sandwich for lunch. Болымсыз сөйлем етіп құрадық. Солай етіп ретімен қалғандарын солай етіп құрауымыз керек. Екіншісі, I met my friend in town. I didn't meet my friend in town. Үшіншісі, we went to a cave. We didn't go to a cave. The fourth, I read a book in bed. I didn't read a book in bed. The fifth, we ate at home on Friday. We didn't eat at home on Friday. The last one, I wrote a letter to a friend. I didn't write a letter to a friend. Мінекей осылай болады. Okay, next exercise number 5. Complete the text with the correct past simple form of the verbs in the boxes. Біз мына жерде game master атты тапсырма берілген. Берілген мынау әрбір өзін тиісті сызықшаның орнына қоюымыз керек. Нот тұрған жерде, яғни болымсыз сөйлем болады деген, қалғандары мына дұрыс бұрыс екенін етістігін анықтап, сосын past simpleға қойып шығуымыз керек. Ол қалай болады? Ол мінекей осылай болады. Мінекей мен жазып қойғанмын. Біріншісінде, when Jonathan Wendell was 13, he often went to arcades and he played games. Play дегенді қоямыз, себебі бұл жерде ойындарды ойнады деген. Played дұрыс етістік болғаннан кейін ed жұрнақ жалғадық. Against all the teenagers, he was very good and he often won деген, яғни ойын туралы болғаннан кейін бізде әрине жеңу win дегеннен шыққан. His parents knew about this, but they didn't like it. Luckily, Jonathan бесіншісі didn't listen to them. Ары қарай. When he was 18, he took болады алтыншысы in his first professional competition. Жетіншісі, he didn't win, but he was third. In his next competition, he became champion of the game quick number 3. Okay, next, оныншы бізде traveled, 11 бізде didn't lose, 12-шісі бізде beat болады, мінекей, 13 бізде started,
14-ші бізде made болады. Яғни make деген етістіктен шыққан, дұрыс емес, етістіктің екінші формасында тұр екен. Окей. Ал осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.